Бәріңе сәлем. Бүгінгі видеода Top 10 Free Fire ойынын түсіретін Let's Play-шіктері, яғни қысқаша айтқанда Free Fire-шіктердің тізімі болады. Подписчик саны бойынша Қазақстандағы қазақша түсіретін барлық Free Fire-шіктерді тізімдеп шығатын боламын. Ал ендеше видеоға бірден лайкыңды басып, шайқасып отыра бер, ал мен бастаймын. Тізімнің 10-шы орнында 186 мың жазылушысы бар Эльдар. Эльдарды негізі стример десе болады екен, ол стримді өте жиі жасайды екен. Қазіргі күндегі жалпы қаралым саны 8,5 миллионнан астам. Жарайды, енді 9-шы орынға кеттік. 9-да бізде 209 мың жазылушысы бар Zefrix. Zefrix арасында жақсы коллабтар жасап, Бероха мен тағы да басқа ютуберлермен ойнап тұрады екен. Жалпы қаралым саны шамамен 9 миллион 400 мың. 8-ші орында бізде Әреке, оның арасында 217 мың жазылушы бар. Әреке енді таза стример. Стрим деген жақсы ма, жаман ба, ештеңе айтпаймын, әркімге әрқалай. Оның жалпы қаралым саны болса 11 миллион 400 мың. 7-ші орынға 220 мың жазылушысымен Дука жайғасты. Арнасы қазақша болса да, шапкасы орысша. Свободный казах. Дука да стримді жиі жасап тұрады екен. Арнасының жалпы қаралым саны 11 миллион 300 мың, алдындағы ютуберден 100 мыңға аз. 6-да бізде қазақша. Қазақша болса енді қазақша деп жасайш, қазақ демей. Қазақша Free Fire'да әртүрлі челленджтар орындайды екен. Жалпы қаралым саны 12 миллион 700 мың. Мінекей 5-ші орынға да келіп жетіппіз. 5-ші орында 340 мың жазылушысы бар Ирока. Ирока Free Fire'дан әртүрлі видеолар түсіре береді және коллабтарды жасап тұрады. Жалпы қаралым саны 14 миллионға жақындап қалыпты. 4-ші орында 515 мың жазылушысы бар Кигачпек. Кигач стрим кезінде болмаса көп ойнамайды, көбінесе сундуктар ашып, андай-мындай істеп отырады. Оның арнасындағы жалпы қаралым саны 35 миллион. Адай ескизе 3-ші орынға жайғасты. Оның арасында қазіргі күнде 548 мың жазылушы бар. Адай челленджтар орындайды, стримда коллабта жасап тұрады. Жалпы қаралым саны 40 миллионнан асып кеткен. 2-ші орында бізде Шелзи 596 мың жазылушысы бар. Жақында 600 мың болып қалады. Шелзи Адайс екеуі бірігіп неше түрлі видеолар түсіреді, неше түрлі челленджтар орындайды. Оның жалпы қаралым саны болса 44 миллион 200 мың. Сонымен 1-ші орынға да келіп жеттік. 1-ші орында өздерің танитын Кюбро. Оның арасында қазіргі күнде 648 мың жазылушы бар. Ол да көп ойнай бермейді, сундуктар ашады, анау-мынау, алмас және тағы басқалары. Арнасының жалпы қаралым санына келсек 53 миллион 328 мың 86. Top 10 Free Fire-шіктердің тізімі осындай болды. Егер де мен видеоға қоспай кеткен, мен таппаған ютуберлер болса, Free Fire-шіктер болса, астыға қалдырып кетіңдер. Ал егер бәрі дұрыс болса, видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, достарыңмен бөлісе кет. Және менің арнамда алғаш рет болсаң, тіркелуді де ұмытпа.